сөз кезегін Мереке Қуандыққызына береміз. Саламатсыздар ма? Мен осы Нашарбай Мереке Қуандыққызы 10-шы сынып оқушысымын. Мен осы кітапханаға кішкентай кезімнен бастап келемін. Осы кітапханаға келген сайын менің кітап оқуға деген қызығушылығым, сабақ оқуға деген қызығушылығым артты. Неше түрлі жанрдағы кітаптарды оқыдым. Әзіргі таңда шетел әдебиетін оқып жатырмын. Кітап оқу ол менің бір хоббиім іспеттес. Осы кітап оқыған сайын менің өмірім, менің көзқарасым, көптеген ойларым 180 градусқа өзгеріп, менің пікірлерім барлығы жақсы қалыпқа келе бастағанын айта аламын. Және де осы кітаптарды оқи отырып, мен өзімнің сөздік қорымды жетілдірдім. Мысалы, мен соңғы уақыттарда Дориан Грейдің портреті және Адам балық, Алқызыл желкендер, Қазына аралы сияқты неше түрлі кітаптар оқыған болатынмын. Осы кітаптардан да көптеген мағлұматтар алдым. Және де өзімді күннен күнге дамытып жатырмын. Көптеген кітаптар оқыған сайын менің өзімнің де кітап жазуға деген талпынысым жоғарылап келе жатыр. Сіздерге айтарым, кітап оқыңыздар, кітап оқысаңыздар, сіздер өздеріңізді дамытасыздар, мийларыңызды дамытасыздар, әрі болашаққа бұл пайдалы. Кітап оқудың ешқандай зияны